Сәлеметсіздер ме? Қазір презентация не болмаса PowerPoint-тың слайдына қалай запись жасау керектігі, сосын сол записті видео түрінде қалай сохранить етуге болатындығы туралы айтамын. Ол үшін бізде PowerPoint-ымыз 2013-тен кейін жасалған болу керек. Кез келген интернетке осылай жазып, Google-ға осылай жазып, тегін алуға болады PowerPoint-ты. Міне 2013-2016 осыларды өзімізге жүктеп аламыз компьютерімізге. Ол бірнеше сағатта алуы мүмкін. Себебі менде ескі түр болғандықтан менде ұзақ уақыт алды. Сөйтіп өзімізге жүктеп аламыз, бұны орнатып аламыз. Одан кейін менде қазір орнатылып тұр, сол себепті мен алмаймын. Бірден мен слайдқа көшемін. Міне мына жерде слайд бар. Мына бос слайд. Мысалға оған бірдеңе деп жазайық, кез келген бір нәрсе жазайық, не болмаса ештеңе жазбай ақ қоюымызға да болады. Енді осы жерде бір нәрсе бар деп сөзімізді жазып көрейік. Міне ол үшін показ слайдов бар, одан записке барамыз. Записке барғаннан кейін міне бірінші слайдтан бастау, не болмаса текущий дейді, осы қай жерді басып тұрса сол жерден бастау деген бар. Сосын очистить деген бар, ол міне кетіріп тастау, дыбысыңызда қате жазсаңыз, не болмаса кедергілер болса жазылған кезде дыбыс, соны кетіріп тастауға болады. Мысалға қай слайдта қате жазылған болса, сол слайдтағы дыбысты кетіріп тастауға болады. Не болмаса тұтас бәрінен кетіріп тастауға да болады. Енді бірінші слайдтан бастау деп бастап көрейік. Міне осы мына жерде екі птичка болу керек. Егер сізде микрофон болмаса, міндетті түрде микрофон керек. Мына екінші тілдік сопровождение деген бар, ол жанбай тұрады. Онда сіз запись жасай алмайсыз. Міне микрофон болғандықтан запись жасап отырмыз. Енді начать запись дегенге басайық. Міне уақыт кетіп жатыр. Уақыт алға жылжыту, мына жерде жазу бар деп елестетіп, әрі қарай сөйлей бересіздер. Міне келесіне көштіп те сөйлейсіз, одан кейін келесі. Мына жерде уақыт енді менде қысқа болып тұр. Егер мына жерде сөз болса, менде ұзаққа созылуы мүмкін. Одан кейін тағы да келесі. Енді осыдан аяқталғаннан кейін міндетті түрде запистің дыбыс жазу тоқтап қалады. Енді ол дыбыс жазғанды біз қайдан қалай тыңдай аламыз? Міне файлға барамыз. Экспорт деген бар. Экспорттан кейін создать видео бар. Мына жерде качествосын таңдай аласыз, сапасын таңдай аласыз. Міне бізде 1280 мен 720 дегенде тұр. Себебі бұл өте жоғары. Одан кейін міне дыбысты алып тастауға да болады, дыбысты қолдануға да болады. Одан кейін уақыт қоюға да болады әрбір слайдтың бетіне. Одан кейін жазған видеомызды, дыбысымызды көруге де болады. Енді одан кейін міне видео сақтау. Мына біздің жаңағы слайдымыз видео күйінде осыны бассақ сақталады. Міне оны кез келген жерге сақтаймыз. Біз қазір рабочий столға сақтап көрейік. Сақтадық. Бұндай атпен сохранить етіліп тұр дейді. Так. Демек, онда мына жердегі экранда тұрған нені біз жойып тастайық. Міне осындай атпен біреу тұр екен, оны жойып тастайын мен. Мынаны да жойып тастайын, қазір кедергі болуы мүмкін. Жаңағы слайдымызға қайтып барамыз да сохранить етеміз. Міне создать видео, міне рабочий столға қойдым. Міне сохранить етілді деп ойлаймын, сақталды. Енді міне мына жерге келіп түсті бізде. Осы жерге келіп түскеннен кейін оны аша береміз. Болды, осымен бізде презентацияны, PowerPoint презентациясын видеоға айналдыру осылай аяқталды. Міне өзіміздің даусымыз өзімізге естіліп жатыр. Міне осымен презентацияны видеоға айналдыру осылай жүзеге асады. Тыңдағандарыңызға рахмет.